Сәлем достар! Бүгін біз қартаюға қарсы кивиден маска жасаймыз. Киви бет маскасы теріні көрнекті түрде жақсартады. Масканы дайындау үшін бізге бір ас қасық зығыр тұқымы қажет. Ыдысқа бір ас қасық зығыр тұқымын саласыз. 150 мг су құйып, баяу отта 10 минутқа пісіресіз. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Мұнда сізге керекті рецепттер табатыныңызға сенімдімін. Дайын болған зығыр тұқымын оттан алып, суытып аласыз. Зығыр тұқымынан гель алу үшін дәке арқылы зығырды сүзіп аламыз. Зығыр тұқымының гелі күшті, қартаюға қарсы жақсы әсері бар. Зығыр тұқымының гелі дайын болды. Енді бізге бір киви керек. Кивиде қартайған теріні қатайту үшін қажетті нәрсенің бәрі бар. Кивиді қабығынан аршып, тазалап аласыз. Кивиді кесіп, блендерге салып, езіп аласыз. Киви пюресі дайын болды. Дайын болған киви пюресіне зығыр гелін қосып, жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық алоэ вера гелін қосасыз. Алоэ вера гелі қартаю процесін баяулатады, әжімдерді тегістейді. Және терінің серпімділігін жақсартады. Бір шай қасық жүзім тұқымы майын қосыңыз. Жүзім тұқымы майы эпидермис жасушаларын нәрлендіреді және коллаген түзілуін ынталандырады. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, 5 күнге дейін тоңазытқышта сақтауға болады.
Масканы тазартылған бет пен мойынға, декольтеге жағыңыз. 20 минутқа теріде қалдырыңыз. Содан кейін жылы сумен жуыңыз. Масканы аптасына 2 рет жағыңыз. Киви маскасы коллагеннің түзілуіне ықпал етеді. Киви терінің серпімділігін сақтайды, ағартады және денсаулықты қатайтады. Сізге сұлулық пен жастық тілеймін.